Армысыздар қалың елім қазағым. Армысыздар YouTube'дегі Атажұрт Қазақ Human Rights USA арнасы. Армысыздар Instagram'дағы Серікжан сызықша Біләш сызықша USA арнасы. Instagram мен YouTube'ке қатарынан бір жолда дабыл сақтық деген лекциямызды бастаймыз. Бұл лекциямыз қысқа нұсқа болады. Тыңдаңызда дереу таратыңыз. Бүгін Вашингтонға қалың қар жауып тастады. Өзі таң ата жатып, сол әбден таң құланайық дегенде ұйықтап едік. Оянсақ әппақ қар басып қапты. Алдың күні ғана әдемі ашылған гүлдерді фотоға түсіріп, жарым күн мәз болып жүріп едім. Бір 10 километр жүріп қайтайын деп. Жай тұрып отырмын, айыпқа бұйырмаңыздар. Дабыл өте сақтық, өте жоғары деңгейдегі сұмдық дабыл. Мынау Ресейдің құлдыраған теңгесі мен рублимен бірге қазақтың теңгесі де сабан ақшаға, топан ақшаға айналғалы тұр. Қолыңыздағы ақшаңыз құнсыз болып, ертең бір келі картоп сатып алу үшін бір қап теңге арқалап жүретін боласыз. Бүгін мынау Назарбаевтың суреті салынған 20 000 теңгелікті үлкен ақша десеңіз, ертең соның 2 миллиондық, 20 миллиондық теңге банкноттары, яғни қағаз ақшалары басылып шығатын болады. Келесі айда сіздер бір келі картоп берейін, 2 келі сәбіз берші, 1 келі күріш берейін, 1 келі пияз берші деп затқа зат айырбастайтын халге түсесіздер. Мынау Қазақстанның өкіметі ол сатқын өкімет, ол халықтың жау өкімет. Басынан бақайшығына дейін тұтасымен арсыз, ұятсыз, ұры-қары, қарақшы, жемқорларды таңдаған және солардан құралған мемлекет. Мынау емтихан алып, сұрыптап, ең топас, ең арсыз, ең ұятсыздарды өкіметке жинаған өкімет. Рублидің құлдырауға бет алып, қараңғы нарықта рубль 150 теңге, банкте 150 теңге, қараңғы нарықта 300 теңге болып жатқанына қарамай, рубль мен теңгенің қатынасын әлі сақтап тұрған халық. Біз бар, басқасы бар, қаншама осы көріп біліп отырған азаматтар рубль мен теңгенің қатынасын үзіңдер, Евразиялық экономикалық одақтан шығыңдар, ортақ әскери қорғаныс шарты ОДКБ-ден шығыңдар деп біз зарладық, оны пысқырған жоқ. Ол деген сөз Тоқаев Путиннің басыбайлы құлы. Оған қазақ бір тиын. Себебі Құлыбаев, Назарбаевтың әулеті, қыздар, інілері ақшасының бәрін шетелге доллар мен евромен сақтап қойды. Оған былайғы қазақ өлесің ба, қоясың ба, құл болмасаң бүл бол, быт-тың шығасың ба, жүнжеп жабағыт ішіп кетесің ба, бәрібір. Олар жағдайларын жасап, ұрдап, жырдап, қазір қарқ-қарқ күліп отыр енді. Енді қарапайым қазақ, сен не істейсің? Енді орыстар Қазақстанды тонап жатыр. Путин қазір КамАЗ рублін жіберіп, Қазақстанға ұшақпен жіберіп, енді сол ұшақты қазақтың теңгесін айырбастап, теңге арқылы доллар сатып алып жатыр. Қазақстанда міне доллар запасы бітті деген сөз бар. Доллар запасы бітті, теңген қағаз ақшаға айналды деген сөз. Әрбір мемлекет өз валютасын доллар запасы арқылы сақтап отырады. Бұл енді қарапайым финанстық сауат. Бұл арада мен оны сіздерге түсіндіріп, доллар теңгеде финанстан сабақ өтіп, атам заманда оқып кеткен білімді қайталап бастарыңызда ашытпайын. Бірақ ауыз сөз сіздерге өте түсінікті нәрсе. Үйлеріңізге ұн, күріш, сумай, пияз сатып алыңыздар. Бұзылмайтын тамақтар, картоп, сәбіз, бұршақ, ұн, күріш, сумай. Әсіресе ұн тамақтарын сатып алып қойыңыздар. Бұзылмайтын тамақтар. Егер, міне, енді міне бітті, теңге бітті. Енді теңге заттың орнына айырбастайтын құрал алудан қалады. Апрельдің 15-інде Ресей мемлекеті дефолт болады деп бүкіл батыстың білермендері менен әулиелері дабыл қағып жатыр. Апрельдің 15-іне жетер жетпей Ресей өкіметі дефолт болады дейді. Дефолт деген сөз талады деген сөз. Бітті. Үкіметтік құрылым функцияларын жоғалтады. Мемлекет полициясына, армиясына ақша бере алмайды. Армия бітті, айлықсыз қалады. Полиция айлықсыз қалады. Банк жұмыссыз қалады.
банк айналыс ете алмайды, судья, сот, прокурор, ештеңе, мемлекет жоқ болады. Апрельдің 15-і дефолтқа кетеді. Міне, енді осының бәрін көріп отырсыздар. Мен бұдан бұрынғы лекцияларымда мынау халықаралық қысым, санкция, міне осының бәрін айтып түсіндіріп қойдым. Бұл арада жағымды талдырып, құлақтарыңызды ашытып қайтадан айтпайым. Ресей бітті. Ресей мемлекеті бітті. Енді сол өлгелі жатқан, құйға батқан, құрдымға кеткен Ресейдің жаңағы көр жастық болып кеткелі тұр мынау қазақ. Мына біздің сорлы, надан, топас, ұрығар, өңкөй, құлғытан, мынау ең сапасыз, ең сортсыз қазақтардан құралған, мына біздің сұмырай өкімет қазақ халқын орыспен бірге құрбандыққа шалғалы отыр. Өлсем орыспен өлейін деген орыстың құлғытандар, қырықсыздықтен туған мына қалың сұмырай, өңкөй ұрығар қарақшы, Назарбаев Тоқаевтың әулеті және соның жақтастары мынау қалың елім, қазағым, қарорман халқымды сол орыс батқан батпаққа, орыс батқан құйға батырып өлтірейін деп жатыр. Енді жан сақта қазағым. Мынау Ақтөбеде, Оралда, мынау Ақтауда орыстың жаңағы сұмырайлары келіп Қазақстаннан міне ұн тасып алып кетіп жатыр. Бұршақ өнімдерін тасып алып кетіп жатыр. Әжетхананың қағазына дейін қоймай жатыр. Зауыттардан тікелей келіп алып жатыр екен. Алматыға жетіпті қазір. Тіке ұн өндіретін ауыл-ауылдарға келіп, зауыттан тікелей КамАЗбен Ресейдің КамАЗдары алып кетіп жатыр. Аш қаласың қазақ, далада қаласың қазақ. Мынау бүкіл міне банктік жүйен құрды. Банкке барып доллар алайын десең, доллар жоқ. Енді зат аласың. Енді сол сен мына ашаршылыққа ұшыраймын деп мына әскерлерін қарапайым форма кигізді. Ана жүрген жүрістерінен кәдімгі кәсіби армияның адамдар екені білінеді дейді. Сол кәсіби армияны жіберіп Қазақстанның астығын тонап жатыр. Соны мына біздің КГБ киембі сұмырайлар өңкөй қазақтың активистерін аңдып, телефон аңдып жүрген сұмырайлар мына ертең туыс туғаныменен аш қалатынын білмей отыр. Өңкөй иттің баладары ғой, енді құлғытанның тұқымы ми болмайды, ода ұлт ұғым деген болмайды, тапсырма орындайды, бітті. Енді бұның бір ғана нәрсесі халық аштыққа ұрынып, холодильнигіңді ашқан кезде ештеңе де жоқ, қатын бала шағаң шырылдаған кезде көшеге шығып өкіметті құлатасың, басқа амалың жоқ. Енді аш қалып, енді ертең аштықтан өлмейін десең, ұн сатып ал, күріш сатып ал, пияз, сумай, картоп, бұршақ өнімдер, бұзылмайтын заттарды сатып алып қоярсың. Консерва, анау мынау керек, дәрмек сатып ал. Ресей бітті. Ресейден бүкіл дүние жүзінің бірденке 1000 компаниясы шегініп шықты. Кока-кола, пепси-кола түк қоймай. Twitter, Instagram енді бірнеше күнде жабылады. 80 миллион Instagram қолданушы үзіледі. Ресей бітті, мүлде жоқ, ұшақ ұшпайды міне. Шереметов әуежайы міне қабір сияқты болып қалған. Жылан жалағанда ешкім жоқ. Ал бітті, Ресей құрды. Енді Путин сол біреу атып өлтіріп кеткенше тұрады. Енді орыстарда құл болып кеткен халық өңкөй жаңа сорлы болған демократияның не екенін білмейді. Сол Путинді атып өлтіретінде бір орыс шықпайды ғой олардан. Міне бітті. Енді сол Ресеймен бірге біздің қазақта бітеді. Сақтық айтпады демеңіздер. Дабыл қағып жатырмыз. Міне, енді сатып алып қойыңыздар барлығыңыз. Мына суық жақтағы азаматтар ет көп. Енді анау мұздатқышқа тықпасаңыз да суық жақта етті сақтауға болады. Қап-қап қып ана вакуумдық пакетке салып, қардың арасына тығасыздар ма, тышқан жемейтін қылып, ит мысық жемейтін қылып. Ет алып қалыңыздар. Енді мына жылы жақтың халқы сол сақтауға қолайлы азық-түлік сақтаңыздар. Жер төле қазыңыздар, жер қатқақ болмаса, тоң жүрмесе, жер төле қазып енді бұзылмайтын азық-түлікті жер төлеге сақтауға тырысыңыздар. Ең қарапайымы мынау жөтелдің дәрісі, қызу түсіретін дәрі, анау мынау сатып алып сақтап қойыңыздар. Енді бұның барлығын орыс тонап алып кетеді. Себебі Ресейге шетелден ештеңке кірмейді. Ресей мемлекеттік тонау жүргізгелі жатыр. Ресей 1 грамм дәрі сатып ала алмайды. Әжетхананың қағазында шетелден алатын Ресей бітті бәрі. Бүкіл запчасқа дейін аспанда ұшақта ұшпайды, себебі бүкіл Боингтың запчасын беруді тоқтатты. Бітті енді. Ресей бітті. Енді сонымен бірге сіздер де бітпеңіздер, осы лекциямды таратыңыздар. Аман болайық, сау сәлемет болайық. Орыспен бірге құрдымға кетіп қалмайық. Бала шағаны аман сақтау үшін әркім өз
қарекетін жасасын. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Вашингтон шаһарынан. Аман сау болыңыздар.